ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. Дүниеде қызығушылық тек екі нәрседе. Бірі Аллах Тағала бір кісіге дәулет беріп, оны хақ жолға жұмсаса. Екіншісі Аллах Тағала бір кісіге даналық беріп, ол кісі сол арқылы дұрыс төрелік етсе, және оны басқаларға үйретсе. Ғаламдардың құпиясымен бұл фәнидің сырын білуге ұмтылған адамзат баласы қашанда бақыт іздеумен келеді. Біріміз бақытты дүние байлығы деп білсек, енді біріміз ғылым мен білімде деп танимыз. Біріміз жайбарақат өмірде десек, енді біріміз жиһан кезген қамсыз тіршілік деп есептейміз. Қашанда әрбір амалға даналықпен қараған бабаларымыз байлықтың басы имандылықта деген. Расында иман бақшасының жемісін жиып өткен жандардың кейінгі ұрпағының берекеге бөленген өмірін көрдіңіз бе? Ендеше сондай тектіліктің желісін үзбей, бүгінде бір шаңырақтың ғана емес, дүйім жұрттың анасына айналған Ділдә Матайқызы Тасмағамбет келінімен тілдесу осы сөздің ақиқаттығын паш еткендей. Сыйласаңдар карыңды, шарлықарын бәріңді депті. Өте сыйлап өттім атамды, енемді. Өзім енді жастайымнан келдім бе, қазақланып кеттім бе, жұрт жаңағы орыстау келін түсіріпті, баласы армиядан бір қызды сүйретіп әкеліпті, өзінің ең болмаса бір ауыз қазақшасы жоқ, сорлылар депті, әлгі көршілер. Ол сорлы болмай шықты, мен бақ болып шықтым, тәуір еңбекқор келін болып шықтым, одан Құдай етегімнен балалар берді. Мінекей осының бейнетінің, мінекей зейнетін көріп отырған әжелерім. Бүгінде қарт Каспийдің жағалауындағы қалың қазақ ортасында ана тілінің қаймақты нәрімен сөз саптап, даналықпен ой өрбіткен Ділдә Матайқызы шыр етіп қазақ даласында дүниеге келгенімен, балалық шағы сонау Сібірде өтіп, тілі орысша шығып тәрбиесі өзбекше дамыды. Бұл адам тағдыры ғана емес, қазақ жеріндегі ислам дініне төнген нәубеттің көрінісі. Өйткені Ділдә ананың әкесі Матай жақсылармен қанаттас, мықтылармен табақтас, арқыратып ат мініп, жарқыратып сауыт киген әйгілі Есет Батыр әулетінен, әрі жастайынан ел басқарып, қасиетті Құранды қазақшаға тәржімалаған дініне берік асыл азамат болған. Діндарлығы мен қайсарлығы, білгірлігі мен біліктілігі үшін қуғынға ұшыраған әке тағдыры самайын қырау шалған кейуананың әлі күнге көз алдында. Патшалық уақытта оқыған Бұхара дейтін қалада Өзбекстанда 7 жыл ислам дінінің академиясын бітірген Хазірет дейтін атағын алған. Сөйтіп жүріп двухклассник орысша оқыған, орысша өте судай оқып, жаңағы сауатында ашып алған. Соныменен кешегі 3-ші, 4-ші, 5-ші жылдары Ақтөбе қаласының 3 жылдан 3 рет 9 жыл губернатор болған. Сөйтіп жүргенде жаңағы кешегі 17-ші жыл келіп, әрі өзі діннің кісі, әрі осындай болған деп, репрессировать етіп, Магнитогорский дейтін жерге айдап кеткен. Сонда 17 жыл түрмеде жаңағы домыны печте, жаңағы темір қорытатын, кокс жағатын истапник болған. Мамам тамақ апарса, мынаны жарығыма апарып берші, жалғыз қызымын ғой, деп бір кусок нан беріпті. Сосын шығып бара тұрғанда милиция жоқ жерде, ішінде қағаз бар, ана қызым оқысын деп. Мен уже онда 2 бітірдім. Оқып барасам, доченька, прочитай, перепиши, положи в конверт, отправь по адресу деп. Москва, Кремль, Калинину Михаилу Ивановичу арыз от такого-то заявление деп. Мұрным сорып қойып, 2 күн жаңағы переписывать етіп, мен жазыппын. Дяденька, мой папа не виновен, пожалуйста, отпустите деп жазыппын мен. Сосын таңертең строить еткенде, Қоқанов, вы писали Москву? Да. Ты, сволочь, свободный депті. Иди домой. Нет, я не пойду домой. Во дворе 43 градуса. Я околею. Как привезли, так отвозите. Сонымен машинамен әкеліп тастап, 2 айдан кейін Өзбекстанға ссылкаға жіберген, босатып, қасындағы жатқан молдаларды атып тастаған. Солан жаңағы Өзбекстанда 17 жыл тұрдық. Шариғат үкіміне сабыр ету, тағдырға разы болу, Аллах Тағалаға тәуекел еткенге ықылас қою,
және өзін Аллах тағалаға тапсыру, осы 4 қасиет имандылықтың шыңы болып есептеледі. Сол Өзбекстанда жүргенде жаңағы мені армияға алып, соғыстың уақыты басталды. Оқып, пайдам сол жаңағы жоғарғы білім алдым. Сол уақытта всего лишь 8 классов, что ли, мен 9-да оқымаған сияқтымын. Соны оқып шығып, үлкен мамандық алдым. Сол мамандық менен мінекей 47 жыл еңбек етіп, пенсияға шықтым. Сояқта жүріп, өзімнің қосағымды таптым. Өгісі ол уақытта армиядан, соғыстан аман қалып, енді японский соғыс басталайын деп тұр деп, жаңағы Термезге жинайды екен. Мен Термезге военный госпитальде помощник хирургы болып 2 жыл қызмет істедім. Демобилизация апрельде берейін деп тұрғанда, мені әкем қалың мал алып, ұзатайын деп атырған жерінен жаңағы танымайтын кісі, мен көрмеген кісіге қалай барам. Өзім оқымысты адам, көзім ашық. Содан жаңағы ағаңменен кездесіп жүрген уақытым еді, военный округтен рұқсат сұрап, 1 ай бұрын демобилизация алып, по судьбе тағдыр менен Атырау облысына 49 жыл келіп. Содан бері осындамын. Ағаң менен 50 жыл өмір сүрдім. Кішкене жатырқап, бұл қайдағы келін қайдан келіп қалды, көршілерді ондай-бұндай әңгіме болады ғой. Бірте-бірте үйрене келе, бұл сол Новобаттың ауыр жағдайына жылдам жетіліп кетті. Сиырдың бауын жинап алып, тезек жасайды, қатырат, отқа жағат, мысалы. Суын алып келеді, тамағын пісірет. Тасмағамбет деген ақсақал өте шежіре, әңгімені көп білетін кісі, соның әңгімесін тыңдайды. Тасмағамбетке көрісемін деп келеді, амандасамын деп келеді. Елменен, халықпенен араласқан, ерулікке шақырат, ерулікке шақырғасын, бұл да шақырат. Сонда бұл әңгімелерді тыңдайды, кейде сол әңгімеге араласады. Бұлайша айтқанда, ділда келгесін, Нұрғали келіп жұмысқа орналасқасын, сол шаңыраққа ажар кірді. Жанұялары үлкен болды. Тасмағамбет деген атамыз болды. Сосын әжеміз болды. Сосын қайынсіңдісі болды, қайынсысы болды. Армияда өлген ағаларының балдары болды қолдарында. Өте тату күші болдық. Бұл енді екеумізді Махамбеттікіміз. Сол екеумізді жаңағы менің де 4-5 балам бар, бүгісінде 4-5 баласы бар, екеуміз бірден танысып өзі әуелден ағайынбыз енді былай. Нағашыл жиендіміз, ертеден білеміз, жолдасымызды ұстырдық, сосын екеумізді ұстырдық. Сосын бұл кісі ұлы өсіріп, қыз өсірген кісі, мен де ұлы өсіріп, қыз өсірдім. Сол бір-бірімізге қарсы ештеңе айтқанымыз жоқ, біріміздің айтқанымызға біріміз түсініп, сондай ауылдас болып, ертеден сондай жақсы дос адам болып кеттік. Сол достығымыздан айырылғанымыз жоқ, осы мына 80-нен астық. Осы уақытқа дейін әлі екеуміз Махамбеттен осында көшіп келдік, балаларымыз оқыды, білім алды, соның бәріне әйтеуір бір-біріміз тастамай өсіп жүріп жатырмыз. Тұрмыстың жағдайына, үйдің беріктігіне, үйдің жайлылығына кәдімгі бар күшін салды. Мал ұстады, тал екті, шарбағында неше түрлі тал болды, балдар бақты, больницада істеді. Енді больницада істеген дәрігердің жайын білесіздер ғой енді. Адамға жақсылық істеу, адамға мейірімді болу, ана ретінде де, үйдегі келін ретінде де бұл ешқандай не болған жоқ, бұның қолынан бәрі келді. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат деген халқымыз қашанда жақсылық пен берекені қатар айтады. Ал береке еңбек пен мейірім, адалдық пен қайырымдылықпен ұштасып жатады. Ділда Тасмағамбет келіні еңбекпен өрілген өмірінде 5 перзентімен қатар 4 жетімді бағып өсіріп, дәрігерлік кәсібімен талай сәбидің кіндігін кесіп, тірідей тастанды бола жаздаған шарананы сәби күлкісін аңсаған 21 жанұяға табыстап, даналығымен талай шаңырақты шайқалудан қорғаған. Иә, бұл алыс ғасырлардан мен мұндалап тұратын асыл текті аналарымыздың бойындағы асыл қасиеттің бүгінгі көрініс іспеттес. Атырау облысына ол кезде Гурьев облысы келін болып түскеннен бастап, апам өзінің еңбегінің барлығын сол ауылға, болмаса ауылдас ағайындарына барлығына арнаған. Енді ол апамның бойындағы барлық қасиеттерін сол барлық қазақ әйеліне мен тілер едім. Қоғамдық жұмыспенен бірге, ол кезде өзінің жұмысыменен бірге, сол семьялық жұмысты да барлығында апам өзімен қатар алып жүрді. Барлық ауылдағы болмаса жағдайы болмай жүрсе, болмаса мен сондай
бір семьямен үйдеспей жатырмын деп жатса, сол ауылдың келіндері барлығы да апамды ене деп сол кісіге келіп ақыл сұрайтын. Сондай етіп біріктірген семьялары апамның салына саусағы жетпейді. Соның барлығы да қазір өзі рахметтерін айтып, үбірлі-шүбірлі болып, о кісілердің, о кездегі жас кісілердің барлығы да қазір өздері ата-ана болып кетті. Енді өздері келіндерінде ақыл айтатындай жаста. Бұл өзі өте бауырмал кісі апамыз. Айтып жатырмыз ғой, оның енді сөйлеген деген сөзін көріп отырсыз ғой. Бұл жас кезінде вообще сондай бір үлкен былай пысық кісі болды өте. Бәрін біліп тұра ма, адамның жан дүниесін сезініп тұра ма, бір сондай адамға аяушылық жасап, үлкен қамқорлық жасаған кісі. Мана енді мына жерде айтып жатыр, ол 5 бала болса, 9 бала тәрбиелеген кісі ол. Сол 4 бала басқа енді соларға бәрін көмек жасап, аяқтандырып, барлығын беріп, ол енді үлкен қасиет деп ойлаймын мен. Енді ондай аналар елімізде көп болсын деген ниеттемін мен. Қандай тамаша. Осы үйге келгенде де біз қуанып келеміз. Ол кісінің жақсы бір әңгімесін, бір әңгімені айтқанда соны кәдімгі мазмұнды қылып түсіндіріп, және бұл кісі өзі тарихшы. Былай айтқанда мына әрбір жылдардың айын күнін ұмытпайды. Екі қайнағам соғысқа кетіп, Қарақағаз келген, 2 жас қалған келіншекті 5 жылдан кейін атам ұзатып, 2 баланы алып қалды. Жездем, шалымның апасының жаңағы баласы, ол да жаңағыдай болып, оның 1 баласын алып қалған. Апамыз Берекіректе қайтты. Сосын 1 баланы больницаға бір милиция ауданына әкеліп берді. Мына бір жетім бала екен, қаңғып жүр, ауру, қызуы күшті, сізге әкеліп бер деп айтты деп, милиция әкеліп берді Новобағатта. Ол 4-ші балам. Жақсы бала 6 ай жатып тәуір болды. Қарағым, енді шығасың больницадан дедім. Жаңағы бала жылады. Апа, мен баратын жерім жоқ. Сондай әкем де шешем де неден қайтты сүзектен. Мен қайда барам, осы больницада қалайын деді. Ойбай айналайын, больницаға жатуға болмайды. Енді документтеріңді оформить етіп, жаңағы үкіметке берерім дедім де, кетіп қалдым. Үйге келіп атам айтып едім. Атам айтты, қарағым, бір жетім демеңіз, жетімнің қақын жемеңіз, жетім қақын жесеңіз, о дүнияға барғанда тек жатамын демеңіз, алғысы дер, батиқасы дер, мына көп баламен бірге өссін, осылардың қалғаны шер, жуындысын шер адам болып кетер, үйге келді. Алып келдім. Ол бала жаңағы өсіп, өніп, армияға барып, үйленіп, қазір 4 баласы бар, 48 жасында Шыңшке тамақтан қайтты. Келіншегі биыл қайтты. 4 баласы бар, олардың балдарынан да бірдеңше немерем бар. Солай келген балалар. Жесір мен кедей жарлыға көмек берген адам Аллах тағала жолында күрескен, немесе күні бойы ораза ұстап, түні бойы намаз оқығанмен тең. Жүрегің кең болса, пейілің кең болса, тарлық жасамасаң, со бала да өсті. Жаңағы ағаларын көнегейменен жаңағы қиып киімдік береміз, берігірек келгесін, жаңағы шалақы тапқасын, киіндірдік, шындырдық. Не керек қатарға енді де кетті. Ал солардан мезгілінде Құдай білет не боларын. Аштан өліп қалама, біреудің жетегінде кетеме. Ал со 4 баланыңдан дүреген немерелерім кәдімгі осы әжелеп дірілдеп тұрады. Біздің әжеміз ау, сөзді өзің өзі қандай тәтті. Біздің әжеміз ау деген. Мынау кім? Әжеме. Кейбір кездері көздері келіп, кәдімгі қойын шыман еткенде жүрегім осы елжіреп кетті. Көкем, жаным менің деймін. Шында да балаңның ішінен шыққан, оның ішінен шыққан бұлар мынау жанға теңейді екен. Жан ғой бұл отырған. Бұл кішкентай өмірдің жалғасы ғой. Ол вақтағы адамдардың пейілі кең, қиындықты көріп, соғысты көріп өскендер адамның жүрегі жұмсақ болды ғой. Қазіргі осы мезгілдегі жігіттерді де, әйелдерді де қараймын. Ашкөз, тарғолдық, өзімізге жетпей жүргенде деп шыға келеді. Ол вақта менен не жетіп тұрды? Ешнәрсе жетіп тұрған жоқ. Бірақ айтуыр тіршілік, бірен сараң ешкіміз болды сауатын, бір сиырымыз болды деген сияқты. Сөйтіп адам болып кетті. Ал осы күнде өз баласын да асырамай тастап кетіп атырған қанша. Ішінен шыққан, көкірегінен шыққан. Соларды көрсең, апыр-ай деп қынжыласың бірақ.
Бір шаңырақтың астынан өрбіген 9 бала бүгінде бір қауым елге айналды. Бірі ел ағасы болса, енді бірі немере бағып, ділдә әженің керуен көшін жалғастырып келеді. Пейілі қазақтың дархан даласындай кең болса да, ақ жаулықты әжеге қарап, бала тәтті ме, әлде немере, әлде шөбере, қайсысы балдай деген сауал туындайды. Ішіңнен шыққан бала тәтті бал татиды. Сол бал татитын балаңның ішінен шыққан немерең жаныңнан тәтті, жан тәтті. Жаныңнан ішінен шыққан немереңнен шөберең туды ғой. Оны апарып иманыңа татыпты. Сондықтан осының бәрі кімнен туады? Осының бәрі әжеден туады. Сондықтан әжеден тәтті, әжеден тәтті ана жер бетінде жоқ депті. Енді әр үйдің үйінде әже болса, тамағы тоқ, көйлегі көк, еркелететін де әже, тойдыратын да әже, жаңағы ақылын айтатын да әже, бауырына басатын да әже, әже ол өте бір керемет балаға дегенде керекті адам. Әже бұл мына шыққан мама ағаш сияқты. Мына бір керемет шыққан мама ағаштың тұқымынан қанша ағаштар үреп жерге шығып жатыр. Әже деген сөзі, әжі деген сөз екен, әжі. Әжі дейтін оқымысты адам ғой, керемет ғұлама. Анау кісі бір әжілеу екен, оқымыстылау екен деп отырады. Сөйтіп жаңағы, например, бастауды Зере әжеден алайық, Абайдың әжесінен. Қандай ақылды болған. Анау Құнанбай өте бай болып, керемет болып, болыс болып, жаңағы не болған ғой, енді әкім болған ғой сол уақыттың. Сонда Зере әжесі оны басып отырады екен. Зереден басқа кісіні тыңдамайды екен. Адамдарға мейірімді болмағанға Аллах тағала мейірімділік етпейді. Ділдә Матайқызы бүгінгі жемісі төгілген мәуе ағашы ғана емес, кешегі тарихтың қазыналы жәдігері іспеттес. Имандылық нәрі бойына құрсақта дарыған Кейуананың келместің кемесімен бақиғаттанған әкесі мен атасы жайлы әңгімесі аңыздай өрледі. Ол балалардың тәрбиесі, атасы мен әжесінің еңбегі деп қарияларға деген шексіз құрметін ізетпен білдіреді. Мейірімді атам өте шежіре адам болды. Оқымағанның керемет ақылдысы болды. Мен өзімнің табиғатымда бағымды сондай Құдай мол сыйлаған, тәуба, рахмет, Алла деп отырам. Енді білмейтін, танымайтын бір жас жігіт соның етегінен ұстап келгенде осындай отбасына тап болғаныма, сондай бағымның ашылғанына қуанамын өзім. Мен орыс болып келдім, бірау сөз білмеймін. Сонда мені қандай қылып адам етіп тәрбиелеп шығарды. Әлгі орыста мақал бар ғой, всю жизнь живи, всю жизнь учись. Білгенің 9, білмегенің 99. Со 99-ы да үйретті десем артық емес. Қолымда 87 жасқа келіп атам, 80-ге келіп енем қайтты. Екеуі ақжу барулап қойды. Сол шаңырақтың қазір есі баласының, екі баласы, Иманғали мен Құрманғали. Екі балам отан соғысына кетіп қайтпады. Осы қалған жалғыз балам аман есен келінді алып келді. Одан мінекей шырылдап өмірге ер бала келіп отыр. Бұл менің жиғаным деді. Бұл менің тілегім деді. Құдай орындады, бұның аты Иманғали болу керек деді. Болды деді. Содан тек азанды шақырды да құлағына Иманғали деп қойды. Сонда иман дейтін сөздің мағынасы өте күшті деді әлгі Сүлеймен дейтін кісі. Бұл иман менен өмір дейтін екеуінің арасы дейтін қандай? Имандылығы бар адам, оның үстінде ер бала имандай үйіп отырса қандай болады деп біраз сөздер айтты. Мен кереметпін, мен өзім дей алмаймын, әкесі аса ақылды адам болды. Сосын тілді тек қана атасынан алды. Ол дейтін кәдімгі Құбыланды батыр, Алпамыс батыр, тағы басқа Қыз Жібек, Баян Сұлу, бәрін кәдімгі түйірін қалдырмай, бір түйірін қалдырмай айтып отырады ғой. Анау аузын ашып тыңдап отыратын Иманғали, Құрманғали екеуі. Енді мен дейтін таңертең кетем, кеште келем, түнде тағы роды, я болмаса аппендицит кесіп атам, я болмаса біреу тағы сондай кровотечениемен. Менің уақытым жоқ. Құттай уақытым болса, жаңағы балдардың кітабын қараймын, тетрадын қараймын, домашний заданиесін қараймын. Әкесі де қарап жатады, бірақ ол кісінің көбі қол тимейтін еді. Енді исполком кетіп жатыр, райкомға кетіп жатыр, өз жұмысы бар, ой мамаңа бар дейді, олар маған келеді. Со сияқты енді қалыптасып, бірінен бірі қалмай, көп баланың тәрбиеуі бір-екі баладан оңай. Ол көп болып, қиын болғанменен тәрбиесі мәнді болады. Себеп біріне бірін қарап өседі.
үш түрлі дұға қабыл, оған күмән жоқ. Зұлымдыққа ұшырағанның, жолаушының, ата-ананың баласына жасаған дұға тілегі. Бүгінгі берекесін имандылықты ту етіп, екі дүниенің абыройын қатар ойлаған ата-бабаларының сара жолымен ұштастырған ақжаулықты ана, әкесінің ғұмыры ислам дінінің жолында өткенін тебіреніспен жеткізді. Дін үшін қуғынға ұшырап, ғұмырының дені сүргінде өткен Матай ақсақал, ақтық демі шыққанша әлемдердің әміршісі бір ғана хақ патшаға деген адал қызметінен жаңылмапты. Ал менің өзімнің әкем мына араб тілін совершенство білген. Сосын тәжік тілі, оның тілі ислам тілімен араб тілімен екеуі жақын, бірақ ол да қиындау. Соны білген, орыс тілін білген, өз тілін екі бастан, өзбек тілін екі бастан. Сонда ол еш нәрседен қор болған жоқ, наоборот, сол өзінің тілдің жетістігімен арызды жазып, атылмай, аман есен 72 жасқа келгенде өзіміздің қолымызда қайтты, жарықтық. Өлгенше Шалқар ауданының, Шалқар қаласының бас имамы болып тұрып қайтыс болды. Ал қанша адамның сауабын алды, қанша адамдарға намаз үйретті, қанша адамдардың жаназасын шығарды. Ол үлкен сауап. Кәдімгі кеңес дәуірінде өзі солай доказать еткен ғой. Осы үшін мен сотта да отырдым. Осы үшін мен осындай истапникте болдым. Бірақ менің әуелде А деп, Б деп түсінгенім бұл ислам діні. Сондықтан мен оны қазір атпыстысаң да тастамайым. Сосын қой, өзіңмен өзің бол деген ғой. Әке үмітін қасиетті Меккемен жалғастырған Ділдә әже 1998 жылы қажылық парызын өтеп қайтты. Сөз мәйегін дәйекті әңгімесімен ұштастырған ана қазақтың телегей теңіз тілін меңгерсе де, қасиетті мекендегі толғансын, қажылықтан түйген тебіренсін жеткізуге тілім әлсіз, сөзім де жетер емес дейді. Сондықтан жаратқанға деген шексіз сүйіспеншілігін әр күн сайын 5 уақыт намазында білдіріп, қасиетті Құран тілін үйрену арқылы, яғни іспен дәлелдеуде. Бүгінгі таңда мынау жас азаматтар, немесе орта жастағы адамдар миыма қонбайды, немесе қанша жаттасам да жаттай алмай жүрмін деген сияқты бұл сылтаулардың барлығы 80-нен асқан адамдар оқып жүрген кезде әшейін бір жай ғана себепсіз, үзірсіз сылтау екенін көрінісі. Міне сол себепті айтатынымыз мынау Ділдә әжелерімізде мысалға 80-нен шықса да бұл кісілер осы арабша оқып, Құранды жүргізіп оқып, яғни өзі қатым Құран шығаратындай жағдайларға мысалға келіп жатыр. Сол себепті мешітіміздің мынау сауат ашу курсының дені зейнеттегі адамдар, бұлардың барлығы әптен Құранды үйреп, әптен жүгіртіп оқып, енді араб тілін үйренуге де көшіп жатыр. Бұл кісілер тек қана Құран емес, оны тәжвидпен мәнерлеп оқуды, фиқ, ақида және де ислам әдептерінде, яғни үйреніп жатады. Атар таңым, татар дәмім бір Алланың еншісінде деп, әр күнін құлшылық ғибадатпен ғана емес, кейінгі ұрпаққа ұлағатты өсиет ретінде кітап жазумен де көз майын тауысқан Ділдә әженің әңгімесін тыңдауға асық жандар аз емес. Олардың арманы ана шуағына шомылып, жүректерін мейірімге бөлеген шамшырақты аманаттай жарқырата түсу. Көп ақылдайды отырады, мақал мәтелдерін, көп газет, журналдар оқиды, кітаптарды оқиды. Бұрын оқып кеткен кітаптарын қайталап оқиды, кей кездерде жаңартып, жақсы ойлармен жаңағы кітаптағы алған әсерлерін бізге айтып, ақылдарын айтып, семьядағы жағдайлар, неше түрлі жағдайлар болады ғой. Әже сондай жағдайлармен айтып отырады біздерге. Көп адамдар ол кісіні жақсы көреді ғой, сондай әңгіме айтқасын. Үйде тем более мен қасында жүріп алып, сондай көп әңгімелерді естеймін де, сосын менде жанұяма барып сол әңгімелерді айтам. Мен бір қуанам, қуаныштым сол кісінің қасында жүргеніме. Біз жастар көп нәрселерді білмейміз ғой. Әже көп оқығасын, көп оймен көп нәрселерді айтып бізге жеткізеді. Бұл кісінің енді білімділігі, біліктілігі, адамдылығы, жомарттығы бөлек. Бұл кісінің айтқан әңгімесінің өзі бір дастан. Біз сондықтан сол кісіні өте сыйлаймыз, қадірлейміз. Мен бұл кісіні айтар едім, өте алып ана, батыр ана, жастарға тәрбиелік жолында бірнеше кітаптары бар. Мына институтта, жоғары оқу орындарында бұл кісілермен жиі кездесу болады, оғанда қатысамыз. Ол 2 сағаттық кездесу 4-5-6 сағатқа дейін барады. Бұл кісінің сұрақ бергенде жауабы туындай береді, сондай бір дана, құлама кәдімгі.
Бүгінгі жетістік берекесін қара шаңырақ қариялардың еңбегіне балаған Ділдананың жан-жары Нұрғали Тасмағамбетұлы жайындағы толғанысы өз алдына. Ал ер азаматтың асылдығын арттырған ананың еңбегі ел аузында. Қайсарлығыменен бәрін жеңіп келе жатыр. Жақынды жақын деп білет, жатты жат деп білет, бауырына тарта білет, үлкенді сыйлайды, кішіні бауырына тартады. Сондықтан мен Ділдәні күні бүгінге дейін кәдімгі енді қалай айтуға болады, үлкен азамат деп сыйлаймын. Ол кісі енді барлығымыздың анамыздай. Осы біраз жылдардан бері әкелеріміз өмірден өткеннен бері қарай ақыл айтып, жөн сілтеп, дұрысымызды дұрыс деп, білмегенімізді білдіріп, жөн сілтеп отыратын анамыздай болып кеткен Ділдә апамыз. Кең пейілді болды, өте ақылды адам болды. Сосын моментально ашуланып қалатын еді. Еркек адам, оның характерін, оның жаңағы несін түсінген әйел, қазақта айтады ғой, жақсы әйел жаман еркекті адам етеді. Жаман әйел жақсы еркекті ада етеді. Өз әйелдігін біліп, жолдасын түсіне біліп, қатты айтса «я» деп, тәтті айтса «жаным ау» деп, какое-то обоюдное отношение должно быть у людей. Сол сияқты ой албасты. Тағы келетсін ба, бірдеңеңді ішіп, деп есіктен қарсылығын еркек үш-төрт айта алмайды, салып қалады ғой. Содан басталады ғой әңгіме. Аман есен келетсін ба, шай ішесің ба, не қыласың, жатасың ба, шаршап келетсің ғой деп, жылы сөзіңді айтсаң, ер адам бір балаңдай, үлкен балаңдай. Сразу тек айтқаныңа да орындайлы. Вообще, ер кісіге еш уақытта қарсы келмеу керек әйел. В любом случае, ер азамат бұл шаңырақтың қаны. Қанды тыңдайсың ба, басқа қараны тыңдайсың ба? Ер адам ол сол шаңырақтың асыраушысы. Ер адам сол шаңырақтың бары, нары, мақтанышы. Ол сені кормить етеді, ол сені бағады, ол сені сақтайды, балаңның әкесі. Ол кісі өте ерекше кісі, өте таза жүретін кісі, артық сөз жоқ. Ол кісі мына Махамбет ауданында қаржы бөлімі 27 жыл басқарды. Бір үлкен бастық болды сонда. Ол кісімен көп біз дәмдес болдық. Көп тыңдап, өте таза сөйлейтін кісі. Өзің кәдімгі сондай, тазалығы сондай. Өзі қандай таза болса, сөзі сондай таза. Соны кәдімгі тыңдап, жауабын сондай таза беретін, түсіндіре алатын мазмұнды сондай кісі болды. Мен айтам, осынғы жастарға қарақтарым, мүмкіндіктерін келгенінше жолдасыңды дұрыстап таңда. Біріншіден ол қазақ болсын, екіншіден оқыған болсын, үшіншіден нағыз кәдімгі қазақтың әйеліне бағынатындай, семьясына бағынатындай адам болсын. Әйелің кім десе, әйелің жеті жұмағың депті. Әйелің кім десе, әйелің басындағы бағың менен астыңдағы тағың депті. Әйелің кім болса, әйелің дейтін отбасындағы шамшырағың депті. Әйелің кім десе, келетін қонағыңның тұрағы депті. Барын жоғын үйімдастырып, сол қонақты неменен болса сонымен риза қылатын бағың депті. Сондықтан әйелді мықтап сыйлау біл депті. Солай болыңдар деп ер балдарға айтып отырам, былай болыңдар деп ұл балдарға айтып отырам. Айтқанымды алғасын. Жақсы семья болдық. Азаматын арыстай бағалап, шаңырағын шуаққа бөлеп, немере шөберенің былдырлаған бал тіліне тоймаған ақжаулықты әжеге қарап қуанасың, сүйсінесің, қызығасың. Сондықтан бүгін көтеріліп ертесіне қирап жатқан шаңырақ иелеріне, ізгілікке ұмтылушыларға ғибрат болсын деген ниетпен отбасы бақытының, береке ұйытқысы болудың, бала тәрбиесінің құпиясын сұрадық. Семьяға келген қосағы дұрыс болу керек әйелі. Келген әйел ерін қан деп сыйлау керек. Сондықтан әйел болып туғанын сезіну керек. Жерге шыр етіп түскенде кім дегенде нашар бала екен, қыз бала екен дейді. Кім десе ұл екен дейді. Ұл болғанда ауыз бұрғаты толады екен дейді. Ол ұл болып ер жеткен азамат шаңырақтың қаны дейді. Ол шаңырақтың бар дейді. Ол шаңырақтың тіреуі дейді. Қанша үш сөзде қандай мағына бар. Сондықтан қанды тыңдайсың ба, қараны тыңдайсың ба? Қанды тыңдауың керек. Сен әйел болып сол үйге пенде болып келгеннен кейін ана еріңде сыйла деймін. Міне сонда берік семья болады. Ал енді менмін деп шықсаң, маңдайың барып тасқа соғылады.
Ал қазақшыда бұндай өте бір тамаша сөз айтқан, қараша қан тұсында, әйел ер тұсында. Сондықтан тәрбиелей біл, жаман болса жақсы қыласын, жақсы болса өте жақсы қыласын. Тату болу керек. Ой, жарығым, сені бізге кім берді? Алла. Алла берді. Ой, көкесі. Алла берген патшаның аты кім екен? Атың кім? Әділжан. Әділжан. Бапаңның аты кім? Берік. Мамаңның аты кім? Әшінгүл. Әжеңнің аты кім? Әже. Әже. Вот әжеде басқа ат жоқ. Бала тәрбиесінде мына медицинада да, ғылымда да, қай уақытта да мынау бала деген жеңіне қарап өседі дейді. Жыртық болмау керек дейді. Бала қатарына қарап өседі дейді. Қатарынан көп тәлім алады дейді. Әлгі жігіттің жігіт екенін қандай екенін мен айтайыншы, досын көрсет деген. Сосын ер бала әкеге қараңқырайды, қыз бала шешеге қараңқырайды. Сондықтан әкесі келгенде демін лақтырып тастамай андай жерге іле қойса, я болмаса бәтеңкесін екі жағына қалдырмай, екеуін қатарластырып былай қойса, бала соның бәрін губка сияқты сорып алып отырады. Сондықтан в семье әке дейтін өте ұқыпты, кінәздау, қазақша айтқанда кербездеу болып, жаңағы, бұлай болмайды, мұны бараға отыру керек деп, соның бәрін өзінің движениесімен, айтқан сөзіменен адамға деген обращениесін ана бала сорып отырады, айтпай-ақ. Шеше айтып отырады. Бұлай болса, бұлай болу керек, олай болса, олай болу керек. Әрбір берген бір тиынға, 1000 тиынға адам баласы қанағат ету керек. Қанағаттыға қандырып тойдырам деп, қанағатсызға астындағы мініп жүрген атын сойдырам деп. Сонда екеуінің сөзін қарасы қандай? Соны түсіне білмейді өсіңгі жастар. Айырылысу көп, қарсыласу көп. Бір ауыз сөзге 1000 ауыз сөз қайтар. Мен осы той топырларда өсиет айтам, қарақтарым, еріңді сыйласаң, екеуінің махаббатың мәңгілік болады. Ердің бір ауыз айтқан сөзін екіге апарма. Ердің бетіне бажырайып қарама. О кісінің айтқанның бәрі саған заң болу керек. Міне сонда сен семья боласың. Үйлену оңай, үй болу қиын. Үй болу осыдан басталады деп үгіттеп отырамын. Өмірден көргені, көңілге түйгені мол Ділдә әженің сөзімен айтқанда, ұзақ жылдар кеудеде жатталған, көкіректе хатталған, толағай сырдың бәрі мына кітаптарда өрнекте өрілген. Кейінгі ұрпаққа өнеге болсын деген үмітпен 70 жастан асқанда қолына қалам алған ақ жаулықты анаға қарап, қариясы бар үй, берекелі дариясы бар, сарқылмас қазынасы бар, жазылған хаты бар деген сөздің растығына шүбән қалмас. Мендей қараген празба жер бетінде жетеді. Қай-қайсы да баласын өсірген шығар, бәріңді осы жер бетінде жүрген анадан дүреген, жер бетіндегі адамзат баласын жағасына ағартып жіберген бұл ана. Асыраған балдардан 14 шөберем бар, өз балдарымнан 10 шөберем бар. Құдайғының бергеніне 1000 қалла шүкір, тәуба деп отырған кариямын айналайын. Еңбекті кезінде жақсы етіп істеген сияқтымыз, талай ордендерін де берді. Қазақтың арасында баласыз семьялар болыңқырайды ғой. Бедеу дейді, тағы басқа, оның бәрі бедеулік дейтін екі жыныстан болады. Бедеуліктің көбісі әйелден болады, содан 50% еркек кісіден болады. Мен как акушер гинеколог, как врач айтам. Сонда жаңағы мынау жас балдар, жас қыз балдар 14-15-тегілер босанып қалып, роддомға келіп, баланы тастап кетеді. Ол уақытта мынандай указание болды. Кәмелетке жетпеген бала осындай болса, обязательно баланы алып қалу керек. Ол баға алмайды. Ол оны адам ете алмайды, ол өліп қалады. Сондықтан оны домалюткіге балып өсіреміз. В крайнем случае жаңағы алып қалу керек. Содан сондайлар көп болды. Мына Новобағат ауданында тұрған уақытында. Енді жастар, особенно 16-17 жасар балдарда. Роддомға босанады, баланы тастап кетеді. Содан енді бұны қалай етем. Ана баланың үйінде, мына бәленшенің үйінде баласы жоқ. Сосын жаңағы шақыр балам. Ай қарағым мынау дейтін, мінекей жетімек тастап кетті. Балпанақтай дені сау бала. Алсаң 62 тамырың қатып тұрса бала болмайды. 62 тамырың жібісе, Алла Тағала саған перзент сыйлайды. Сен мынаны асырап алып бауырыңа басшы.
аналық мейіріміңді төкші, алшы, мынадан саған сауаптан басқа еш нәрсе жоқ. Әлі қазағым алады. 21 семьяға бала бердім. Соның біреуі ғана 7 жасында қасында боқсақ дейтін өзек бар еді, соған кетіп өлді. Особенно ұл баланы алыңқырайды біздің қазағымыз. Тақажық болса да қыз балаларды да бердім. Бір семья 3 бала асырап алды. Ешкімнен кем емес, өзінің туған баласы болды. Ал енді қазақта да айтады ғой, туып асырай алмай өлтіріп алса, тумай-ақ асырап оны адам етсе, оның сауабы дейтін бірнеше. 3-еуін сондай қылса, сол ана жұмақтың төрінде отырады дейді. Сондай етіп тұрып күттеймін ғой әлгі. Жағым ауыратса айтамын деп. Содан алып кетеді де бауырын басқасын, ана балдар адам болып кетеді. Барыңды бөліп же, жарты құртыңды жарып же, бүтін құртыңды бөліп же дейді. Қандай асыл үгіт ол деген. Сен өзің тойып отырып, ана кісі ашып отырса, сен қалай ішіңдегі тамағың саған дармайды. Сен сол ішкен тамағың жарсын бөліп берсең, екеуіңдіктің денеңе дұрыстар. Насамым дел. Ой, бердім-ау деп довольны болып отырасың ғой. Күліп отырасың өзің риза болып. Сонда барып нервный система налаженно работает. А бүйтіп отырғанда ол да сіресіп отырады. С медицинской точки зрения. Ислам дінде де солай жазулы. Өзбек тілін дейтін совершенство үйрендік, себеп тұрған жеріміз, көршіміз, барған жұмыстың кілең өзбек. Қазір любой өзбек келсе, яқмышыз бақуат ересім деп шыға келіп, сіз өзбектің қызымысыз дейді, ерге шығып кеткен бір қыз өдемей, қазір енді қазақ болдым десем, бекар яшағансыз дейді. Өзбек тілімен, одан кейін тәжік тілімен кеттім. Соғыс уақытында неміс тілін үйретті. Сосын жаңағы подругаларым татаркі болды. Татаршаны татардан артық сөйлеп кеттім. Соның бар пайда ғой. Қайда барсаң да солардың тілінде сөйлесең, уже сенмен сәпсен басқа қарайды. Күлімсіреп қарайды даже до некоторой степени. Қазіргі мына өмірде, мына күні бүгінгіге, сенің беделің де, сенің өзіңнің білігің де, өзің сауаттылығыңда бірінші ана тілінен белгілі болады. Сені адам қылып, сені қатарға ендіретін, дос таптыратын, жар таптыратын, өмірге жалғастыратын бұл анаңның тілі. Химия разрушает ткани. Адамның асқазанын бүлдіреді. Осының біріне де түсінбейді ғой. Керек емес сәті. Наоборот, бір стакан коньяк іші, ұйықтайын қойып, коньяк ішіп алып, шаламас болып жатады. О не дейтін масқара? Сен сол шаламас болып жатқанда мүмкін ажал келіп өліп кетесің, кәпірсің ғой. Құдай бір Құран үшін пайғамбар хақ деген сөзді білу керек қой. Алла, бір жерің ауырса, Алла дейсіңдер. Сонда ол Алладан жәрдем сұрайсың. Дін дейтін бүкіл неше мың ғасыр адамды тәрбиелеген, адамды адамдыққа кіргізген, мұсылмандыққа кіргізген бұл дін ғой. Халқым аман болсын, отаным аман болсын, тек соғыс болмасын. Мен осы күн-түн тілеймін. Жатарда да Алла тағала ла иляха иллаллаху ашхаду анна Мұхаммадан абдуху. Екі періште тапсырамын. Тек елім аман болсын, соғыс болмасын, ұрпағым аман болсын. Сөйтіп барып ұйқыға кетем. Болған қатем болса 24 сағаттың ішінде Алла тағала өзіңіз кешіре көріңіз. Мезгілінде айту керек. Ал қарақтарым, әлхамдулиллахи раббил ғаламин, рахметака я рахманы рахим. Қарақтарым, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, отбастарың аман болсын, қосылған қосақтарыңмен қоса қарыңдар, жапырақтарың жайылсын, балапандарыңның қызын көріп, бейнеттерің зейнетін көріңдер. Алла тағаланың бергенін, дәмін, өмірін қай уақытта да бергеніңе шүкір деп қабылдай біліңдер. Аумин. Саллиллахумма аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва табиин.